Қазақтың көне дәстүрлі тағамдарының бірі ол жұқпа көже. Тез дайындалатын әрі қуатты бұл тағамның негізін қаттама нан құрайды. Алдымен тұзды суға нан илейміз, оны бірнеше шағын зуала қамырларға бөліп жаямыз. Өте жұқа етіп жайылған қамырды табаға немесе қазанға пісіріп аламыз. Ыстық табаға пісірілген қаттама нанды бірнеше етіп дайындап, келесі дайындыққа көшеміз. Қазанға құйрықты турап, пиязбен қуырамыз. Құйрық майдың қызарғанша қуырып, сорпаның түрі дәмі әдемі болу үшін құртты майдалап аламыз дағы, үстінен қайнаған аздап су құйып жұмсартамыз. Кеселерге пісірілген қаттама нанды, езілген құртты мен дайын болған сорпаны құямыз. Бұл көшпелі қазақ тұрмысындағы тез дайындалатын құрт пен құйрық майға және қаттама нанға ғана негізделген аса дәмді, аса қуатты тағам түрі жұқпа көже. Ас болсын.